Ұсынысымыз тек қана қоғамдық көлікпен жүру негізі таңнан кешке дейін. 50%-ға түсірейік деген, бірақ біз оған да қазір қарсы болып отырмыз. 26 500 я заплатила за 5 штрафов. Күн сайын 500 теңге төлеуіміз керек болады. Бұл қандай елде бар осындай масқара деген? Айлығы пенсиясының бәрі штрафқа кетеді. Штрафыстан десе ренжиміз ау. Алайда қазір барлығы ақылы. Бұрыннан қойып жүрген мына жолдың жиегіне қазірде тұрғындар тегін қоя алмайды. Өйткені бұл жер енді ақылы. Мәселен, мына Достар клиникасының қызметкерлері күн сайын ақылы тұраққа шығындалып отыр. Арасында бірнеше рет айыппұл төлегендері де бар. Жанайқайларын өздерінен тыңдайық. Хотелось бы, чтобы сделали парковочное место бесплатное для сотрудников. У меня рабочий день 8 часов. Это я в день должна по 800 тенге платить за парковочное место. Это не оправдывает той зарплаты, которую я получаю за месяц. Вот за период с ноября-декабря, с конца ноября-декабря я заплатила 5 не штрафов пришло, 25, там где-то около 26 500 я заплатила за 5 штрафов. Это огромная сумма. То есть даже нет желания работать, приезжать на работу, да. Мен таңертең сағат 8-де келем, обедке дейін, 1-ге дейін. Сонда машинамызды қояйын десек, күн сайын 500 теңге төлеуіміз керек болады. Сол жаңағы ақша төлегеннен кейін де бұл жерде ешқандай қарауыл ешкім қарамайды. Машиналарымызды сырып кетеді, жырып кетеді, біреулер ұрып кетеді. Парасын сындырып кетеді деген сияқты осындай әртүрлі келеңсіз оқиғалар орын алып жатады. Сол себептен бізге нақты 99 сөздің тобықтай түйіні осы ақылы автотұрақтардың барлығын ақысыз қылуларыңызды сіздерден өтініш ретінде сұраймыз. Мынау масқараға Қазақстанның кең жерінде халықты сондай қайыршы қылып, машинаны қояр қоймаста тек жетіп келеді, ГАИ штраф салады. Бір айдың ішінде 12 штраф салып тұрмаған. Ертең ауаны жұттыңыз, ауамен демалып жатсыңыз деп тағы төлетесіңіз. Бұл қандай елде бар осындай масқара деген? Жаңа Қазақстанда халқымыз жаңаша өмір сүріп, жағдай жасалыну керек деп ойлаймын мен. Неге жағдай жасалынбайды? Неге бұрынғы кезде осы жағдайдың бәрі дұрыс болды? Қазір енді айтатыным, мына жерге машина қоймақ тұрып, енді машина қыздыруға да қорқасың, 5 минуттан асса штраф дейді. Енді ол машиналардың бәрінде кәдімгі Lexus керемет машина мініп жүрген жоқ қой. Күнкөрістің машиналары, ол машиналарды 15 минуттан кем, осы Астананың ауа райына 15 минуттан кем қыздыруға болмайтын шығар деп ойлаймыз. Сондықтан ол 5 минутқа айлығы пенсиясының бәрі штрафқа кетеді. Ақылы автотұрақтарға о бастан қарсы болып пікірін ашық айтып жүрген депутаттың бірі Нартай Аралбайұлы. Ол тіпті үкіметке арнайы сауал жолдап, оның бірнешеуін қабылдатып үлгерді. Ал қалған талаптар үшін соңына дейін күресемін және мәжілісте арнайы дөңгелек үстел ұйымдастырамын деді әлеуметтік желідегі жазбасында. Біз жеке компания айналысады автотұрақтармен, қаражатының 75-80%, бір кездер 95%-на дейін жеке компания алып отырды. Әлі күн 75%-ны алып отыр. Сондықтан да біздің азаматтар жеке компания көрсеткен қызмет үшін ақы төлемей кетсе, онда сол жеке компания өзінің тиісті ақысын алумен айналысу керек. Ал оның орнына жеке компания ала алмаған ақысы үшін біз мемлекет тарапынан айыппұл салып қаражатын алып беруге тырысатын болсақ, бұл үлкен заңсыздық. Бұл дұрыс емес дүние деп біз оған тиісті өзгеріспен алдыртса, бұл әкімшілік кодекс қазір Сенатқа жолданды. Енді бұл жерде ең өкінішті жағдай, бұл әкімдік сол жеке компаниямен бірнеше жылға жаңағы тиісті келісімге отырып қойған. Сондықтан да біз бұл жерде менің нақты ұсынған мәселем, ақыры миллиондаған қаражат түседі екен. Мен айттым, соңғы 4 жылда қателеспесем 700 миллионнан астам теңге түскен. Сол қаражат ақыры халықтан түсетін болса, демек біз неге мемлекет компания құрмаймыз? Мемлекетке түссін сол ақшаның бәрі. Бұл бір. Екіншіден, аталған жеке парковкада тұрған компаниялар, жеке парковкамен алысатын бір тиын ақша салмайды. Өйткені ол жердегі жарықпен, жолмен, бүкіл инфрақұрылымның барлығын, бұл айтқанда жергілікті әкімдік бюджеттің есебінен жасап береді. Және де олар ең болмағанда сізбен біздің кіріп шыққанда есептелетін қанша уақыт болғанымызды есептейтін арнайы шлагбаум да қоймаған. Бұл да үлкен құқық бұзушылық болып табылады. Неге? Өйткені маған жеке компания қандай қызмет көрсеткенін білмеймін. Мен қанша уақыт тұрғанымды білмеймін. Бірінші, екіншіден, сізбен біздің көлігімізді сырып кетсе, өзге адам қашып кетсе, олар тағы жауап бермейді. Сонда олар не үшін ақша алады?
мәселе осы. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл заңсыз деп, және бұған әлі де күресетін боламыз. Қазір әрине бізге ұсыныс алып келді, осы наурыздан бастап төленетін айыппұлдардың, алынатын ақылардың есебін 50%-ға түсірейік деген, бірақ біз оған да қазір қарсы болып отырмыз. Айыппұл алғысы келе ме? Біз 100 теңге төлемей кеттік пе? Жеке компания сотқа берсін 100 теңге үшін. Проблема жоқ, барсын және өзінің ақшасын алсын. Бірақ жеке компанияның ала алмаған ақша үшін мемлекеттік ресурс пайдаланады. Мемлекеттің оны алып беру бұл үлкен мүдделер қақтығысы деп. Қордаланған сұрақтардың жауабын іздеп Астана қаласының әкімдігіне бардық. Өтініш жасаған халықтың базынасын айтып, күтпеген жауап естіп қайттық. Біз жаңа бір мекемеге бардық. Оның алдындағы жерлердің барлығы ақылы автотұрақтар. Клиникада жұмыс жасайтын кісілердің барлығы күнде жұмысқа келеміз. Таңертеңнен кешке дейін көлігіміз тұрады. Ақылы төлеуге мәжбүрміз, күніне 800 мың теңге төлейміз дейді. Одан бөлек қасында шайхана, ресторан, басқа да мекемелер бар. Олардың бәрі жалпы жасап отыр. Ол қалай шешіледі, ол мәселені қарастырдыңыздар ма? Жалпы адамзатқа, азаматтарымызға біздің қоғамдық көлікпен жүруге өте жаңағы ауқымды жұмыстар жасалынып жатыр. Себебі таңнан кешке дейін өздерінің кабинеттерінде отыратын жұмысшы үшін автокөліктің қажеті жоқ деп ойлаймыз негізі. Таңертең сіз айтып жатсыз ғой, жұмысшыларына обал емес па деп. Жұмысшылары таңертең барып, сол жерде өздеріне келетін жаңағы енді пациенттер дейді, басқа мейрамханада болса қонақтары бар, сол сияқты кісілердің тұратын тұрақтағы орындарын занимать етеді. Жаңағы енді ол жер занят болады ғой постоянно. Сол себепті енді ұсынысымыз тек қана қоғамдық көлікпен жүру негізі, таңнан кешке дейін. Өзіңіз көлікпен жүресіз ба, және қоғамдық көлікпен жүресіз ба? Қоғамдық көлікпен жүремін. Өзіңіздің жеке көлігіңіз жоқ? Бар. Автотұрақтан түскен ақшаны әкімдікке емес, жеке компанияға өткізу туралы. Бұл неге бұндай шешім қабылданып отыр? Неге ол жаққа мемлекетке түспейді ол ақша? Негізі келісім шарт бар, жеке мемлекеттік әріптестікпен. Келісім шарт 2018 жылы жасалынған болатын. Ол келісім шарт бойынша, яғни 25% мемлекетке, қалған 75% мемлекеттік жеке әріптестің қалтасына түседі. Яғни тағы да сондай айтып кететін жағдай, айыппұлдан түсіп жатқан қаржы толығымен осы қаланың бюджетіне түседі. Осы жеке меншік компания бұрыннан көлік қойып жүрген бұрынғы жерлер өз тарапынан ештеңе де жасап отқан жоқ. Не бір шлагбаум қоймайды, не бір тазалап, немесе бір оны қоршап, үйтпейді. Оған мысалы сырып кетсе де жауап бермейді оған мысалы да. Оны қалай түсіндіруге болады? Жеке меншік компания акиматтың мүлігін келді де ала салды ма? Жоқ, неге? Жеке меншік компанияларға өзінің де міндеттемелері бар. Ол жол белгілерін орнату, жол таңбаларын салу, және де айтады ғой, паркомат деп, жаңа парковкадан түсетін қаржыны алатын паркомат, ол да біраз қаражат талап ететін. Ақылы автотұрақтарға наразылығын білдіріп жүрген тағы бір Аманат партиясының депутаты Асхат Аймағамбетов. Ол қоғамдық пайдалануға арналған орындарда автотұрақтар тегін болу керек деп санайды. Ол сондай-ақ ақылы автотұрақтарға иелік ететін монополист компания туралы арнайы сұрау жасалғанын атап өтті. Ал бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде ақылы тұрақтарға иелік етіп отырған мекеме Астана тұрақ кеңістігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Оның басшысы ретінде Чингиз Досыбаев есімді азамат көрсетілген. Компания 2018 жылы транспорт басқармасымен келісім жасаған. Қазақстандықтар үшін әрдайым таңдау құқығы болғаны дұрыс. Өз көліктерін қауіпсіз қорғалған таза жылы жерге еш қысылмай ақы төлеп қоятын азаматтар үшін еш қарсылық жоқ. Тек керісінше қалта көтере бермейтін жұртшылығы үшін тегін бір жер табылса дейсің. Сапарғали Қанат, Мерей Кенжеғали, арнайы QR News үшін.